Ассалаумағалейкум құрметті қыздар, жүрек нұрының екінші потогына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабақ, ең бірінші сабақ нәпсі туралы айтылады. Неге десеңіздер, ең күшті нәрсені сіздерге айтайын, әсіресе нишасын, сүйікті ісін таппай жүрген адамдар болса, онда бұл сабақ сіздерге арналады деп ойлаймын. Себебі нәпсісін жақсы таныған адам ғана өзінің сүйікті ісін, нишасын былай тауып алады екен. Ал кеттік. Ең бірінші нәпсінің не екенін бізге біліп алу қажет. Және де адамдарға нәпсі десең болды, бірден қорқып кетеді. Жаман бір нәрсе сияқты көреді. Нәпсінің жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Нәпсінің бірнеше деңгейі бар. Соны бүгін осы сабақта айтатын боламыз. Және де примерно өзіңіздің қандай деңгейде екеніңізді анықтасаңыз болады. Біреулер айтуы мүмкін, мен осындай деңгейдемін, болды күнәһар шығармын деп ешқашанда өзіңізді төмен түсіріп, мен осындаймын деп өзіңіз кінәлаушы болмаңыз, ешқашанда. Себебі Аллах тағала тәубе етушілермен бірге. Аллах тағала тәубе етушілерді жақсы көреді. Сондықтан қандай күнә жасасаңыз да, қандай қателік жасасаңыз да, нәпсіңіздің артынан қаншалықты алыс барсаңыз да, үнемі Аллахқа қайту жолы бар. Ол жол үнемі ашық сіз үшін, ол есіктер үнемі сіз үшін ашық, соны ұмытпаңыздар. Жалпы нәпсі дегеніміз, сіз туғаннан бастап, сіз өлгенге дейін сіздің жаныңызда жүреді. Одан құтылу мүмкін емес. Бірақ нәпсімен достасуға болады, нәпсіні бағындыра аламыз, нәпсіні контрольда ұстай аламыз. Соны ұмытпаңыздар. Қараңыздар, нәпсі жалпы адамға не үшін берілді десеңіздер, сіз Аллахтан қайта-қайта кешірім сұрап, Аллахқа жақын болу үшін берілді. Сондықтан, былай қарасақ, нәпсінің жаман ешқандай жағы жоқ. Біз нәпсі болғанның өзінде Аллахқа жақын боламыз, жақындай береді екенбіз. Енді қараңыздар, бізде нәпсіні барлық айтады, азғыруға алып келеді деп. Нәпсі азғыруға алып келеді. Адам әлсіз болып жаратылған. Сондықтан біз нәпсінің соңында кетіп қалып жатамыз. Бірақ үнемі тәубеге келуге болады. Соны ұмытпаңыздар. Нәпсіні жақсы жаққа қарай ауыстыруға болады. Оны да ұмытпаңыз. Негізі адамға өте сондай үш нәрсе қатты үлкен сынақ болып берілген. Ол деген осы дүние, білесіздер, осы дүниенің әдемілігі бізді қатты алдап жүреді. Дүние жүрегімізге кіріп кетеді. Біреудің машинасына, үйіне қатты қызығып кетеміз. Көп нәрсені тек ақша үшін жасап кетеміз. Анамызға, әкемізге кәдімгідей сен деп сөйлеп өте қатты дауыс көтеріп жатамыз. Осының өзі кәдімгідей нәпсіге жатады. Және де қараңыздар, шайтан үнемі біздің жанымызда болады. Өлгенше дейін. Біз өлгенше дейін ол біздің жанымыздан ешқайда кетпейді. Сіз бір кішкене жалқауланып қалыңыз, кішкене депрессияға түсіп қалыңыз, ол бірден сіздің жаныңызға келеді. Неліктен? Себебі сіздің мына Аллаға деген кішкентай ғана күріштей, кішкентай ғана сеніміңізді алып алу үшін келеді. Келесі нәпсі, ол нәпсі әр жақтан болады. Яғни ол байлық жағынан, ақша жағынан, депрессия жағынан да, жаман жақтан да, жақсы жақтан да келеді. Сіз сонымен сыналасыз. Ең бастысы, осындай сізге үш жақтан сынақ келіп жатқан кезде, қыздар, ең бастысы бисмиллахи-рахмани-рахим деп айтуды ұмытпаңыздар. Астағфируллах деп күніне 1000 рет айтуды ұмытпаңыздар. Сол кезде біз тәубе етушілердің қатарынан боламыз. Ары қарай, қыздар, иманның құндылығы осы үш нәрсені, егер сіздер дұрыс ұстай білсеңіздер, баланста ұстай білсеңіздер, яғни осы дүниені, шайтанды және де нәпсіні. Қалай ұстаймыз десек, осы дүниені, қыздар, жақсылап тұрып контрольда ұстау үшін сізге түсіну керек нәрсе ризық бір Алладан. Ақшаны сіз таппайсыз. Ризық туралы тағы да осы жүрек нұрында бөлек сабақ болады, сол кезде айтатын боламын. Шайтанды қалай біз контрольда ұстай аламыз? Үнемі жаман ойлар келген кезде, негативті ойлар келген кезде, бисмиллахи-рахмани-рахим. Аллах маған тек жеңілдікті қалайды. Болды, үнемі. Сөйтіп айтыңыз. Жақсының бәрі Алладан ғана деп. Аллах мені бақытты болу үшін жаратты деп үнемі солай жеңіп отырыңыздар. Келесі нәпсі. Нәпсі сізге келген кезде, мысалға, сізді ол сынақ ретінде келеді, ол соблазнять етіп. Сол кезде ойлаңыз, бұл маған выгодно ма, Аллахқа выгодно ма, шайтанға выгодно ма? Болды, осы үш сұрақ, қыздар. Сол кезде біз нәпсіні күшті жеңе аламыз. Егер Аллахқа выгодно болса, ол халал деген сөз. Егер сізге немесе шайтанға выгодно болса, онда ол нәпсіміздің қалауы болуы мүмкін, және де ол бізге харам болуы мүмкін, ол бізге зиян болуы мүмкін, өкінішке орай. Жарайды ма? Келесіде, әр адамның мойнында, қыздар, бір жауапкершілік болады екен. Ол жауапкершілік өзінің Раббасын, Аллах тағаланы тану. Яғни қараңыздар, бізде ойлаймыз, мен Аллах тағаланы айтап білем, жаратушым екен білем деп айтамыз. Бірақ қыздар, біздің мойнымызға аптасына бір рет болсын жамағатпен отырып, уағыз тыңдау бұйырылыпты Аллахтан. Яғни Аллахты таныңыз, 99 есімін жаттаңыз. Әр 99 есімін просто та-та-та-та-та деп жаттай салмай,
әр есімін мағынасымен, мысал деген, иә, Ар-Рахман деген аса мейірімді, ерекше мейірімді деген сөз. Оны қай уақытта айтамыз, неше рет айту керек деген сияқты мағынасымен жаттаңыз. Мысалы, мынадай менің артымда худси хадистар тұр. Сондай хадистарды оқыңыздар. Аллахты таныңыздар, пайғамбарлардың историяларын оқыңыздар. Солай Аллахқа жақын болыңыздар. Аптасына бір рет болсын, өзіңізге бір жиналатын бір орта болса, соған барып тұрып, жамағатпен кездесіп, ислам туралы әңгімелерді айтыңыз. Егер тіпті онда ешкімім жоқ десеңіз, онда әр жұма сайын негізі мешіттерде уағыз оқытылу керек. Намаз оқымасаңыз да, дәретіңіз жоқ болса да, қалай алу керектігін білмесеңіз де, жай сыртына отырып, просто тыңдап кетіңіз. Потому что қаншама сондай жындар бар, иә, себебі жындар екіге бөлінеді ғой, мұсылмандар және кәпірлер деп. Сондай жындар уағыздарды тыңдап қыздар исламға келген. Сондықтан сіздің де жүрегіңізге ол кәдімгідей ел жүретіп, өте күшті білім болып жетуі мүмкін. Сондықтан өзіңізді төмен түсіре бермей, мен лайықсызбын дей бермей, сыртынан болсын сол әңгімені естіп жүріңіздер. Келесі бізде әрекеттер деген нәрсе бар. Сила воли деген нәрсе бар, иә. Әрекеттер бізде еріктен туады екен. Яғни воля дейді ғой, свобода, иә, волядан туады. Ал воля бізде қыздар, ерік, ол акасы сезімдерден келеді. Енді сұрақ қойықшы, сезім қайдан келеді бізге? Сезім жүректен келеді, дұрыс қой? Ал жүректің иесі қыздар бір Аллах. Бірақ біз өкінішке орай осы Аллах тағала беріп тұрған керемет сезім, эйфория, осознание деген сезімдерді нәпсімізге қосып жіберу арқылы дұрыс емес Аллах тағаладан ұғынып, дұрыс емес түсініп, дұрыс емес қолданып жатыр екенбіз. Сол үшін біз нәпсіміздің соңынан еріп кететін себебі сол екен қыздар. Енді қараңыздар. Осы орайда сіздер білет деп ойлаймын, Юсуф пайғамбар бар, алейхиссалям, иә. Сол Юсуф пайғамбардың историясын білмесеңіздер, ютубқа теріп қараймыз. Егер білсек, онда естеріңізде болса, Юсуф пайғамбар кәдімгідей жаңағы сол фараонның оң қолы болып, жұт болады ғой, сол кезде күріш бәрін жаңағы келген халыққа беріп отырады. Сол кезде оның ағалары да келеді. Дәл сол кезде ол нәпсісіне еріп, ағаларым мені лақтырып жерді, ағаларым мені құлдыққа сатып жерді деп нәпсісін тыңдап, иә, нәпсісін тыңдап, сол кезде ағаларына күрішті бермекіске болатын еді. Бірақ ол не істеді? О Аллах, жалғыз сен ғана, сен кешірімдісің, мен де оларды кешірдім. Сен кешіріп, оларды паналарыңа ала көр дегенде дұға жасады. Сондықтан қыздар, нәпсі дегеніміз осы, көрдіңіз бе? Когда сізді жамандыққа шақырып тұрған кезде, сіз жаңағы оны тыңдамай, Аллахтың бұйрығына бойысынып, лучше мен кешіре салайыншы, лучше мен осылай істей салайыншы деп үндемей қалу, сабырлы болу, көркем мінезділік таныту болып табылады екен. Биік мақсат пен армандарға жету үшін бізге нәпсіні басқара білу керек, және де оны үнемі тазартып отыру керек. Нәпсіні тазарту үшін үнемі зікір айтып жүріңіздер. Күн сайын айтуға тырысыңыздар. Тіпті болмаса пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям сол кісіге салауат айтып жүріңіздер. Тіпті болмаса бір рет айтсаңыз, соның өзі жеткілікті. Бірақ көп айтқан сайын қыздар, сіздің жолыңыз жеңілдейді. Аллах тағала сізге бүкіл өзіңіз қалап тұрған дұғаларыңызды орындап, соған жетудің есіктерін ашып береді екен. Қанша мүмкіндіктер береді. Келесі басқару дегеніміз, қыздар, нәпсімен договорға отырамыз. Яғни, мысалы, нәпсіңіз сізді бір жаман нәрсеге шақырып тұр. Сіз бір шетінен қалап тұрсыз, бір шетінен қаламай тұрсыз, енді білмей тұрсыз, иә? Не істеймін? Онда альтернатива ұсынамыз. Альтернатива дегеніміз, мысалы, қараңыздар, Эйр Астанада біз тамақ береміз, иә? Сұраймыз, курица или говядина деп. Сол кезде говядина бітіп қалса, біз айтамыз, курицу попробуйте, пожалуйста, извиняюсь, но говядина закончилась деп айтамыз. Дәл осы сияқты сіз нәпсіңізге толық отказ беріп тұрған жоқсыз, оған вариантын беріп тұрсыз. Мен, то есть, ана пассажирға айтып тұрған жоқпын, тамақ жоқ деп. Мен айтам, говядина бітіп қалды, бірақ курица бар деп ұсынып тұрмын. Дәл сол сияқты нәпсіңізбен договорға отырып, мынау жоқ, бірақ давай мынаны жасайық. Давай осыны істейік деген сияқты, онымен договорға отыруыңыз қажет. Как будто өзіңізбен өзіңіз сөйлескен сияқты. Себебі нәпсі дегеніміз ол өз-өзіңізбен сөйлесу болып табылады. Келесі, қараңыздар. Мысалы, егер сіздің атыңыз ақсақ, ауру болса, сіз мақсатыңызға, яғни баратын жеріңізге жету кішкене қиынға соғады. Атыңыз жолда өліп қалуы мүмкін, еще өзіңіз сол атыңыздың үстіндегі қаншама заттарды көтеріп жаяу баруыңыз мүмкін. Кәдімгідей шаршайсыз, ауырасыз, я, бірақ әйтеуір мақсатыңызға жетесіз. Енді ойлаңызшы, егер де сіз нәпсіңізді үнемі тазартып отырсаңыз, нәпсіңізді басқарып отырсаңыз, онда сіздің астыңызда ақсақ ауру ат болмайды, тұлпар болады, тезірек жетуге мүмкіндік болады. Бірақ осы жерде өте бір сондай щепетильный момент бар. Ол қандай десеңіздер, қыздар, нәпсі сізді айуан деңгейіне дейін төмен түсіру мүмкін, немесе сізді биік мақсаттарға жеткізу мүмкін. Яғни айуан деңгейі деген, қыздар, мал деңгейінен де төмен. Ол дегеніміз, мысалы, малдың өзі
махаббатты көрсете алады, қамқорлықты көрсете алады, өзінің баласын қорғай алады. Ал айуан деген түктені білмейтін, еш нәрсеге жаны ашымайтын бір сондай жаратылыс десек те болады. Ал биікке көтеру мүмкін, бірақ осы биікке көтерген кезде біз тәкаппар болып кетуіміз мүмкін. Ал тәкаппарлық деген ол шаң тозаңдай адамның көзіне көрінбейді, және адам байқамайды оның жүрегінде отырғанын, өкінішке орай. Басқа біреу айтуы мүмкін, сен тәкаппарсың, что-то мына ісіңде осындай болмады деп, бірақ адам айтады, мен тәкаппар емеспін дейді. Қайта тәкаппарлық болады. Сіздер просто қараңызшы, мына жан-жағыңызға үйде қарасаңыздар, сіздер шаңды көрмейсіздер. Оны былай міне осы шкафтың үстінен бүйтіп көрген кезде ғана, шаң екен ғой деп көресіз. Дәл тәкаппарлық та сол сияқты. Сондықтан үнемі тәкаппарлықпен біз жұмыс жасау үшін ля иляха илlalлах Мұхаммадун Расулуллах деп шахаданы айтып отыруымыз қажет, күніне бір рет болсын. Енді бізге Аллахтан бір бұйрық келді тағда. Қандай бұйрық? Ол қарапайым болыңдар. Қаншалықты бай болыңыз, бүкіл мына әлемнің байлығы сіздің қолыңызда болсын, сізде власть болсын, я кәдімгідей болса да, қыздар, біз қарапайым болу керекпіз. Себебі Аллах қалай берді, дәл солай тартып алады. Иманда да қалай берді, солай тартып алады Аллах тағала. Сондықтан намаз оқып мақтанбаңдар деп айтуым менің сол себептен. Егер де сіздер намаз оқып, бүйтіп, ойбай, мен намаз оқимын дегенді мақтанатын болсаңыздар, Аллах тағала дәл сол иманды сізден алып, басқа қарапайым бір жанға береді, который сол иманды бүйтіп кәдімгідей бағалайтын. Сондықтан нәпсімізге еріп мақтанбаймыз. Келесі, қыздар, қараңыздар, бізде нәпсімізді басқара алмай жатамыз, күнә жасап қоямыз. Не үшін? Акасы біздің және Алланың арасында бір кедергілер тұрған кезде, жүрегімізге керек емес білімді орнатып қойған кезде, керек емес установкалар, блоктар орнатып қойған кезде, біз пенденің және Аллахтың арасында кәдімгі кедергілер пайда болады екен. Сол үшін біздің дұғаларымыз жетпей жатады. То есть жетеді, бірақ орындалмай жатады. То есть біздің өміріміз быт-шыт болып жатады. Яғни Аллах тағала бізді осы дүниеге ойыншық ретінде біз жүреміз, қалдырып қояды осы дүниеге, болды. Пока сіз осознание болып, нәпсіңізді басқарып, тазарып үйренбейінше. Сізге Аллах тағала не үшін сынақтар береді? Чтобы сізді тәрбиелеу үшін, сізді өзіне қарай жақындату үшін сынақтар береді негіздеген. Сондықтан сынақ болса, Аллах тағала мені жек көреді, жақсы көрмейді деп ешқашанда айтушы болмаңыздар, жарайды ма? Енді қараңыздар, қандай кедергі нәрселер болуы мүмкін? Ол деген сіз күніне бір рет болсын Аллахты еске алу керексіздер. Күніне бір рет болсын өзіңізге білім алу керексіз. Яғни мына күн сізге берілді ме 24 сағат. Ертең ақыретте о сізге куәгер болу үшін, міне әйгерім осындай жақсы іс істеді, жұмаққа түсуге құқылы деп айту үшін, осы бір күннің өзінде Аллахқа арнайтын бір минутыңыз болсын, жарайды ма? Келесі, нәпсіні біз қалай білеміз? Нәпсінің бір деңгейлері болады. Яғни оны басқара алмай жатқан бір деңгейлері болады. Мысалы, дінге қатты беріліп кету, қатты тақуа болуға болмайды, және де дінде әлсіздікті ұстануға болмайды. Себебі, егер де сіздер дінді қатты ұстансаңыз, бәрі сіз үшін кәпір, только сіз святой боласыз. Егер әлсіз болатын болсаңыз, сіз күнә жасап, Аллах кешіреді ғой деп, қаза намазды оқымай, жаңағы өте көп күнә жасап жүре береді екенсіз. Келесі, шектен шығу. Біз осы діннен шектен шығып кетеміз. Қалай? Когда әр адамға ескерту айтып, әр адамға намаз оқы деп ақыл айтқан кезде, иманды біз бермейміз, бір Аллах береді. Сондықтан әр жерде кішкене граница ұстап, басқа адамның таңдауын, басқа адамның өмірін сыйлай білуіміз қажет. Бірақ ол адам үшін бауырымыз ғой деп тек дұға жасауымыз қажет. Өзіңізден кайф алу. Яғни қыздар, болмайды ешқашанда, ой, мен сондай ақылдымын деп өзіңізді мақтанып, содан кайф алу. Оқыған намазыңыздан, ұстаған оразаңыздан кайф алуға болмайды. Немесе кейде болады, намазды бәрінің көзінше оқығың келеді, чтобы сен мақтады, ой, сондай намаз оқиды екен ғой деген сияқты. Вот осы өте опасно, яғни бұл нәпсі болып есептеледі. Келесі, жетістікті мен жасадым деп айту. Нәтижеге мен жеттім деп айту. Бұл нәпсіні басқара алмайтындықтың белгісі. Сондықтан жетістікке біз жетпейміз, нәтижені біз жасамаймыз, тек бір Алла ғана бізге осының бәрін береді. Келесі, менмендік. Когда мен ақша тауып жатырмын, мен сондай ақылдымын, мен жасап жатырмын, мен болмасам деп, менмендік болған жерде, қыздар, Аллах жоқ просто. Неге? Потому что ол жерде сіздің нәпсіңіз сөйлеп жатыр. Аллах специально сізді жалғыз қалдырады, чтобы сіз өзіңізді естідіңіз, өзіңіз тыңдадыңыз, не айтып жатырсыз, и содан кейін өзіңізге сабақ алып, тәубеңізге келу үшін кейде сізді Аллах тағала жалғыз өзіңіз қалдырып қояды сондай әртүрлі проблемалар мен сынақтармен. Келесі, тәкаппарлық. Тәкаппарлық туралы айтпасақ та бәріміз білеміз, ол нәпсінің белгісі екен. Келесі, Алланы еске алмау. Яғни түкте барлығы жаңағы ойлайды, күнді ол Аллах жаратқан жоқ, Құдай жоқ деп айтады кейбір адамдарда.
ол ана өмір жоқ деп айтады. Яғни періштелерге, пайғамбарларға, Аллахтың кітаптарына, Аллахтың біліміне, Аллахтың барына сенбеу, оны еске алмау. Еске алу ол как бы сіз күнә жасаған кезде Аллахтан қорқасыз. Жақсы бір нәрсе келген кезде шүкіршілік танытасыз, қанағат танытасыз. Міне, Аллах тағаланы еске алу деген осы негізі. Және де әрбір бір ортада егер сондай бір әңгіме айтатын болса Аллах туралы, онда соны міндетті түрде тыңдап, өзіңізге сол құлағыңыздың ақысын солай беріп отырыңыздар. Нәпсіге маңызды әсер ететін ең мықты құралдың бірі ол Құран оқу. Арабша білмесеңіз, қазақшасын оқи беріңіз, бірақ міндетті түрде дәретіңіз болу керек, соны ұмытпаңыз. Және де Құранды тыңдаңыз. Тіпті оқи алмаймын, оқыған маған скучно, оқи алмаймын, ұйықтап кетемін десеңіз, тыңдаңыз. Бір 10 минут болсын, Фатиха сүресін болсын, 5 минут, 3 минут болсын, күніне бір сүре тыңдаңыз. Және де үйіңізде егер Құран оқылатын болса, бұл үй өте тап-таза болады, және періштелер сіздің үйіңізге кіргісі келіп тұрады. Сондықтан Құранның маңыздылығы, сондай құндылығы өте зор. Қараңыздар, өзімшіл тәкаппар болмаңыз, бұл болуға болмайды, бізге тек қарапайым болу ғана бұйырылды. Сондықтан негізі өзіңізге айтып отырыңыз, мен жай пендемін, мен идеальный емеспін. Менің де қателіктерім бар, менің де минустарым бар. Бірақ осылай айтқанда, қыздар, өзіңіз әбден төмен түсіріп, ой, мен ничтожествомын деп айтушы болмаңыздар. Бұл сізге не үшін керек? Ұмытпаңыз, тәкаппар болып бара жатсаңыз, менің де минустарым бар ғой. Мысалы, біз қай жерде тәкаппар боламыз? Когда біз білімді болған кезде. Когда біз басқа біреуден көбірек білген кезде, осында білмей ма тупой, осығанда басы жетпей ма тупой деп айта бастаймыз. Міне, осы тәкаппарлық, қыздар, көрдіңіз ба? Нәпсіге ерілген кәдімгі тәкаппарлық болып табылады. Енді сол үшін, когда осылай көрген кезде, біреуге тупой деп айтқыңыз келіп тұрған кезде, өзіңізді ең бірінші осы білім білмей тұрып, өзіңізді еске салыңыз. Сіз қандай болдыңыз? Сіз дәл осы адам сияқты болдыңыз. Сондықтан айтыңыз, менде де осындай минустар болды, мен де осылай қателестім, мен де осындай болдым деген сияқты үнемі өзіңізге ескерту ретінде айтып отырыңыз. Себебі шайтан сіздің нәпсіңізбен былай кәдімгідей ойнайды. Адамның тәкаппарлығы көп жерде, қыздар, білімді болған кезде қатты көтеріледі екен. Енді сіздерге айтарым, қыздар, жүректі, денені және де материалдық жағдайыңызды үнемі күнәлардан тазалап отырыңыз. Яғни жүректі Аллах тағаланы еске алумен тазарады деп айтады. Келесі денені, қыздар, қалай біз тазарта аламыз? Яғни артық тамақ жемеу, артық салмақ қоспау, денсаулыққа қарау деген сияқты. Ал материалдық жағдайды ақшаны халал жолмен, адал жолмен, алдамай, өтірік айтпай табуға тырысу. Екінші, Аллах және өзіңіз арасындағы кедергілерді алып тастау. Ол менмендік, тәкаппарлық, бәрін мен істеп жатырмын деу, болжау өте көп, және де өзіңді кінәлай беру, қайта-қайта әр нәрсе үшін, және де күмән. Жүрекке мүлде күмән жіберуге болмайды. Себебі барлығын реттейтін тек Аллах екенін түсінуіңіз қажет. Болжауға да болмайды. Болашақта да былай істесем былай болады, егер де былай істегенде былай болады деп өкіну де болмайды, қыздар. Бұның бәрі Аллах пен пенденің арасындағы кедергілер болып табылады. Келесі халал тамақ. Барынша халал тамақ жеуге тырысыңыздар, себебі, қыздар, осы халал тамақ біздің дұғамыздың орындалуына кәдімгідей өзінің өте үлкен әсерін тигізеді. Және де зікір айтып жүріңіздер. Ең күшті зікір ол, қыздар, біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху сол кісіге салауат және де астағфируллах. Себебі астағфируллах деген зікір қаншама байлықтың есіктерін сізге ашып береді. Және де Аллах тағаланың есімдерін зікір етіп айтып жүрсеңіз де болады. Рухани білім алу, қыздар, рухани білім алу ол не только ислам жолында немесе Құранды ғана оқу, дін туралы ғана оқу емес, жалпы сіздің қажеттіліктеріңізді жабатын, сізге зиянын келтірмейтін, сізге мына дүниеде де, ана дүниеде де пайдасын тигізетін білімнің барлығы сізге рухани білім болып табылады. Қарапайым болыңыз, өзіңіз болыңыз деп үнемі әрбір психологтарда, қаншама мотиваторларда, Құранда да психологтарда айтатын болады сізге, қыздар. Ешкімге подражать етпеңіз, еліктемеңіз, өзіңіз болып қалыңыз. Сіздің осы өзіңіздегі бар фишкаңызбен, изюминкаңызбен сіз ерекше боласыз. Аллах тағала сізді дүние жүзінде 8 миллиард адам болса, соның арасынан сізді ерекше етіп, талантты етіп жаратты. Сол 8 миллиардтың ішіндегісінен сіз Аллах тағала үшін ерекшесіз, соны ұмытпаңыз. Келесі, қараңыз, барыңызбен мақтанбаңыз. Біз мақтан кетеміз. Айфоным бар, мынадайым бар, андайым бар деп. Енді, қыздар, Ібліс жұмақтан не үшін қуылды? Ойлаңызшы. Ібліс, мен ақылдымын, мен адамға қарағанда оттан жаратылдым, ал от деген топырақтан мықты деп айтты,
от деген топырақты ертіп жібереді деп айтты. Мен білімдімін, менің білімім өте көп, мен Аллахқа более полезныймын деген сияқты айтып тәкаппарланғаны үшін жұмақтан қуылды. Осы бізге үлкен сабақ болып, Аллах тағаламен бізге жеткізілді. Сондықтан осыны үнемі есте сақтап отырайық. Және де сіздерге бір историяны айтқым келіп отыр. Бұл Явуз Селим хан деген түріктің бір падишахы болған. Сол кісінің бір историясын айтып берейін. Явуз Селим хан кәдімгідей бір жеңістен қайтып келеді, бір соғыстан қайтып келеді, ол соғыста жеңіске жетеді. Сол кезде естественно халқы оны күтіп отырады, Явуз хан деп айтып мадақтау үшін. Бірақ Явуз хан сарайына жетпей палаткаларды жаңағы салады да, түннің болғанын күтейік деп айтады. Сөйтіп түн болғанын күтіп, бүкіл сарай қаласы бәрі светі өшкеннен кейін түн уақытында ғана кіреді екен акасы сарайына. Сол кезде нөкерлер сұрайды екен, Селим хан, неге сіз бұлай жасадыңыз? Сізді құттықтамай ма жеңіске жеткеніңізге дейді. Сол кезде Селим хан айтады екен, егер де мен жарық кезінде кірсем, халық мені мақтаса, мен нәпсіме еріп, өзімді қатты жаңа тәкаппар ұстанып кетуші едім дейді. Чтобы мен нәпсімнің артынан кетіп қалмас үшін, мен осылай түнде кірдім, ешкім білмес үшін менің кіргенімді, жеңіспен келгенімді деп айтқан екен акасы. Көрдіңіздер ма? Даже мақтау сөздің өзі қыздар біздің нәпсімізді қоздыртып жіберуі мүмкін екен. Нәпсіні тазартқанда үш нәрсені ғана жасап отыру керек қыздар. Ол үшін ешкімді ренжітпейміз. Мысалы қараңыздар, қалай ол ешкімді ренжітпеуге болады? Мен білмеймін ғой, маған ренжімей ма деген сияқты. Сондықтан қыздар әрбір ауыздан шыққан сөзімізге, әрбір істеген амалымызға өзіміз жауапты болуымыз қажет. Бірақ, мынаны ренжітіп алмайыншы деп қатты өзіңнің жаңағы қалауларыңнан бас тартып, өзіңді қатты төмен түсіп керек емес. Яғни барынша көркем мінезді болуға тырысу керекпіз. Және де мына дұғаны жасап жүріңіздер қыздар. Күн сайын кешке жатарда, о Аллах, егер де мен біреуді ренжіткен болсам, сөзіммен, ісіммен, амалыммен, және де менің бір осы жетістігім біреудің жүрегіне қаяу түсірген болса, яғни реніш түсірген болса, онда Аллах тағала олардың жүрегіне мені кешіретіндей мейірім бере гөр деп сұраймыз. Жарайды ма? Екінші қыздар, ешкімге ренжімейміз. Мүлде ренжіп керек емес. Себебі сізді негізі любой адам, сізге бір нәрсе айтқан кезде қыздар, сізді ренжітемін деген ниетпен айтпайды екен. Осыны есте сақтайықшы, пожалуйста, мүлде ешкімге ренжімеңіздер. Только на все воля Аллаха деп тұрып өмір сүріңіздер. Ешкімге ренжімеңіздер. Себебі ол обида, ол жүк только сізбен ғана болады. А ол жүк, егер де ол обида деген жүк болатын болса, қыздар, сіздің қаншама Аллахқа деген жетердегі жолыңыздың бәрін жауып тастайды. Сондықтан ешкімге ренжімей өмір сүруіміз қажет. Ол үшін қалай мен ешкімге ренжімей өмір сүрем десеңіз, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху сол кісінің өмір баянын оқыңыздар, өте керемет. Біздің пайғамбар Мұхаммад саллаллаху айтқан екен, егер менің басымдағы сынақтарды басқа бір пенденің басына берсе дейді, ол көтере алмайтын еді деп айтты. Сондықтан ең ауыр сынақтарды қыздар пайғамбарлар көтеріп кеткен, жарай ма? Үшінші қыздар, үнемі Алланың разылығын жасайтын амалдарды жасау. Ол қандай амалдар? Любой амал болуы мүмкін. Даже біреуге жымиып күлуіңіз, біреуге совет беруіңіз, біреуге сабақ беруіңіз, біреуге керек товарды сатуыңыздың өзі, даже қарныңыз тойдыру, шөлдеп тұрған кезде шөліңізді қандыру, оның барлығы Аллах разылығы үшін жасалған амалдар. Ең бастысы осы әрбір іске кірісерде бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллахтың атымен бастаймын деп айтуды ұмытпаңыздар. Енді нәпсінің деңгейлері жайында сөйлесейік. Нәпсінің ең бірінші деңгейі амара деп аталады. Амара дегеніміз ол яғни әмір беруші, қазақшаға аударған кезде. Яғни бұл сонда ең төменгі сатысы болып есептеледі, ең төменгі деңгейі болып есептеледі. Бұл әмір беруші, азғырушы, яғни шайтан аузубиллах оңай сізге келе алады, оңай сізге кіре алады. Осы арқылы осы канал өте сондай түзу канал, бірден сізге әсер ете алады. Ол не айтады, соны істейміз біз акасы осы деңгейде болған кезде. Бұл жерде секундтық күнәлар жасалады, секундтық қателіктер жасалады. Және де, ой, потом тәубе жасайым, потом кешірім сұрайым деп өте көп жаңағы отмазка жасайсыз, потом жасайым деген сияқты. Одан кейін бұл жерде қыздар міне бізде позициялар бар ғой, жертва, спасатель, тиран деген. Вот егер сіздер осы жертва болсаңыз, спасатель болсаңыз, немесе тиран болсаңыз, онда сіз осы амара деген нәпсінің деңгейінде жүрсіз деген сөз, шыға алмай жүрсіз. Бұл деңгейден кішкене шығу өте ауыр болады. Бірақ шығуға мүмкіндік бар. Ол үшін не істеуіміз қажет қыздар, қараңыздар. Және де осы деңгейде қыздар пенде акасы өте қырсық болады, өте тәкаппар болады екен осы деңгейде, және де өте көп
өтірік айтады, өсек айтады екен. Сондықтан егер осындай сізде қасиеттер болса, яғни сіз амара деген деңгейде жүрсіз деген сөз. Бұл деңгейден шығуға болады. Ол үшін қыздар өзімізге күн сайын анализ жасаймыз. Не істеп жатырмыз? Аллахтан қорқамыз ба? Аллах үшін не істедік? Өзім үшін не істедік? Ақырет үшін қандай азық жинадық? Үнемі өзіңіз істеген ісіңіз дұрыс па, бұрыс па, түзелеміз ба, өзгереміз ба деген сияқты. Одан кейін тәубе жасау. Күн сайын астағфируллахты айту. Күн сайын шахадан айту. Бір рет болсын. Шахада дегеніміз ля иляха илляллах Мұхаммад расулуллах. Бұл ағзу билlah қашатын сөздер негізі. Келесі сұрақ қойып жеңе аламыз. Мен бұны дұрыс жасадым ба? Дұрыс сөйледім ба? Дұрыс сөйлемедім ба? Қалай істедім деген сияқты. Соны үнемі қыздар өзімізге айтып отыруымыз керек. Одан кейін біз келесі деңгейге өте алады екенбіз. Ол ля уама деген деңгей екен. Ля уама, яғни бұл жерде ойланып толғанамыз уже. Кәдімгідей өзімізге отчет бере бастаймыз. Мысалға, егер мынауың дұрыс болмады, негізі осы жерде былай айтпау керек еді. Что-то мына жақта қатты дауыс көтеріп қойдың деген сияқты өз-өзіңізбен сондай сөйлесу отчет болса, онда біз ля уама деген деңгейге өттік деген сөз, Бұл деңгейде қыздар біз өкінішке орай бір минус бар. Өзімізді қатты жібереміз. Неге істедім, неге жаса қойдым, істемеу керек еді, білейін, вот осылай деп өте көп өзімізді жейміз. Бірақ бұл жерде біз тәубе жасап жүреді екенбіз. Күнә жасаймыз, тәубе жасаймыз. Тәубе жасаймыз бірден. Күнә жасап қойдық па, бірден тәубе жасап жүреді екенбіз. То есть сондай шарик болып туда-сюда кататься етіп жүреміз, бұл деңгейде. Және де біз күнәні кішкене қысқарта бастаймыз, азайта бастаймыз, жақсы амалдарды көбейтеді екенбіз. Оказывается, бұл деңгейде. Көрдіңіз ба, қалай уже бірінші деңгейден біз өзгеріп жатырмыз на самом деле. Бірақ бұл жерде қыздар өте бір дың деген опасный нәрсе бар. Ол қандай? Егер де біз тәубені бір күнге қалдырып қойсақ, немесе жақсы амалдарды азайтып қойсақ, біз бірден амара деген деңгейге өтіп кетеді екенбіз. Сондықтан үнемі тәубені жасап жүруіміз қажет. Мысалы, қараңыздар қыздар, тәкаппарлық байқайтын болсаңыз өзіңізде, онда өзіңізді қарапайымдылыққа шақыруыңыз керек. Үнемі айтып отырасыз, өзіңізден бір жамандық көрдіңіз ба? Давай лучше былай істейік, былай түзелейін, мынауың болмады деген сияқты үнемі өзіңізді жақсылыққа шақырып отыру. Әрбір мұсылман қыздар өзге мұсылманның айнасы дейді. Сондықтан басқа біреуден жамандық бір нәрсе көрсеңіз, жаман бір қасиет көрсеңіз, оны бірден ескерту айтып, бүйтіп ұрысудан бұрын өзіңізге мынадай ескерту жасаңыз. Аллах тағала мына адам арқылы менің ішімдегі өзім байқай алмай жатқан күнәларымды көрсетіп жатыр, қателіктерімді. О Аллах, рахмет саған дейміз да, соны өзімізде түзейміз. Хорошо? Және де осы жерде қыздар душаны әсемдеуіміз керек екен. Осы деңгейде душаны әсемдеу дегеніміз біздің душамыз нені қалайды, соны береміз. Мысалы, вкусный тамақты қалауы мүмкін, әдемі киінуді, таза жүруді, дәретпен жүруді, және де Аллах тағаланың 99 есімін айтып жүру арқылы біз осы деңгейде қала алады екенбіз. Келесі деңгейге біз өте аламыз, ол мульхима деген деңгей қыздар. Мульхима ол уже сезіммен жұмыс болады. Бұл жерде уже кішкене сіз басқаша осознание келе бастайды, Аллахпен байланысты орната бастайсыздар. Бірақ бұл жерде бір өте опять пик деген опасный период бар. Ол сіз өзіңізді өте сондай тақуа сезініп, өзіңізді биік санап кетуіңіз мүмкін. Опять же, біз тәкаппарлықты жеңу үшін қарапайымдылыққа өзімізді шақырып отырамыз. Алладан алыстататын нәрселерден алыс боламыз. Яғни мынау уже халал тамақ жей бастайсыз, харам нәрселерден алыс боласыз. Кәдімгідей өзіңізді тек жақсы нәрсеге ғана лайықты деп, жақсы нәрселерді ғана жеп кие бастайсыз, істей бастайсыз. Ортаңызды ауыстыра бастайсыз кәдімгідей. Одан кейін сізге адамның сөзі әсер етпейді, тек Аллахтың алдындағы дәрежеңіз ғана, Аллахтың алдындағы сіздің репутацияңыз ғана маңызды болып тұрады. Адам не десе де солар тыңдамайсыз. Мысалға сізге ой шіркім арықсың десе де, ең басы Аллахмен осылай жаратты, мен довольнымын деген сияқты жүресіз. Және де иман жүрегіңізге жетеді осы жерде. Осы жерде иман жүрегіңізге кәдімгідей орнығады. Сіз Алланы тани бастайсыз. Дәл осы деңгейде қыздар зікірді көбейту керек болады. Өте көп айту керек болады, зікірлерді. Және де бұл жерде сіз өзіңіздің минустарыңызды жөндей бастайсыз. Мақсаттарыңыз айқындалады. Уже четкий не керек емес уже білетін боласыз. Мақсатыңызға қалай жету керектігін біле бастайсыз. Сабырлы бола бастайсыз. Қарапайымдылық және жомарттық қасиеттер орнайды. Щедрый бола бастайсыз. Мына өзіңіздің үстіңіздегі куртканы қаншалықты жақсы көрсеңіз де бүйтіп бере салуға дайын боласыз. Себебі мен қазір берсем, Аллах маған бұдан да лучшысын береді деген сияқты сондай понятиемен өмір сүре бастайсыз. Және де осы деңгейде сіз қайта-қайта өскіңіз келіп тұрады, дамығыңыз келіп тұрады. Кәдімгідей тек өсу, дамуды ғана ойлап тұрады екенсіз. Келесі біз деңгейге өтеміз, ол мутмаина деген деңгей. Мутмаина ол уже гармониядағы мен.
бітті, өз өзіңізбен гармонияға келдіңіз, иә. Бұл жерде сіз зәкірді айта бер, Аллахқа деген шүкіршілігіңіз, қанағат, рахметіңіз өте көп болады. Прям жүрекпен сезінесіз да, и сізде уже негатив болмайды. Бұл жерде только позитив, только позитив. Любой проблема сынақ түссе де позитивін тауып аласыз, только шырынын теріп жүретін боласыз. Және де барлық жерде баланс ұстайсыз. Жұмыстағыны үйге, үйдікін жұмысқа апармай, әр нәрсені дұрыс шеше білесіз кәдімде. Ешкімге настроениесін құртып, беталды ақыл айтып, өзіңізді өйтіп трать етпейсіз. Энергияңыз өйтіп беталды кетірмейсіз. Осознание келеді да, кәдімгіде жан тыныштығы келеді, қыздар. Жан тыныштығы келген кезде білесіз, Аллах тағала мені өлтірмейді, Аллах тағала мен үшін бәрін жасайды, Аллах тағала жаңағы барлығын уже шешіп қойған деген сондай сезіммен жүреді екенсіз. Және де осы жерде, қыздар, осы деңгейде Аллах тағала сізге өзіңіз күтпеген қаншама есіктерді ашып береді, қанша мүмкіндіктерді береді. Сіз өзіңіз в шоке бола бастайсыз. Даже сұрамай жазып тұрғаныңызды Аллах тағала уже орындап қояды оны. Потом уайым қайғыдан жүрек босатылады. Осы дүние үшін переживать етпейсіз. Ақшам жоғалды, ақшам ақталмады, нәтижеге жетпедім деп вообще еш нәрсе үшін переживать етпейсіз. Ешқандай қиындық, проблемадан қорықпайсыз. Тек Аллах қана, Аллах берді, Аллах шешіп береді. Аллах қалай проблеманы берді, соның да кілтін берді деген сияқты сондай кәдімгідей сезіммен жүресіз. Және де осы жерде сіз уже нұр қонады сізге. Кәдімгідей жүрегіңізге, бетіңізге нұр қонады. Одан кейін келесі біз радия деген деңгейге өтеткенбіз. Радия бәріне разы пенде. Любой не болватса да өміріңізде, қандай болватса да, сіздің жүрегіңіз Аллахқа деген сенім не былай өзгермейді. Проблема болватса да осылай болады, қуаныш болватса да осылай болады. Яғни өзгермейді жүрек. Бәріне разысыз кәдімгідей, иә. Бұл жерде мүлде шағымданбайсыз. Еш нәрсеге претензия айтпайсыз, жалоб айтпайсыз. Мына дүниеде де Аллахпен де бәрімен довольны жүресіз. Бәрін қабылдайсыз, как жақсылықты, так и жамандықты. Өміріңізге проблема түссе де Аллаға шүкір дейсіз, түспесе де Аллаға шүкір деп айтасыз, иә. Және де осы уже сіздің жүрегіңіз осы дүниеден босайды, байланбайды, уже Аллахқа байлана бастайды сіздің жүрегіңіз. Дәл осы жерде ана мутмаина деген деңгейде қонған нұр уже шашыла бастайды сізден. Кәдімгі нұр шаша бастайды, көздеріңіз жана бастайды, бетіңіз жана бастайды сіздің. И ниетіңіз тек Аллах разылығы үшін ғана деп істейтін боласыз. Әр нәрсені уже ақша үшін ештеңе істемейсіз, біреуге дәлелдеу үшін, біреумен жарысу үшін түк те істемейсіз, тек Аллах разылығы үшін. Одан кейін біз мардия деген деңгейге өтеміз. Мардия дегеніміз, қыздар, Аллахқа разы пенде. Бұл жерде сіз өсе бересіз, көркем мінез иесі боласыз. Сізде уже жындану, ашулану, шағымдану, бір нәрсе сізді раздражать ету, біреуге бүйтіп дауыс көтеріп сөйлеу деген мүлде болмайды. То есть почти сахабалардың деңгейіне жетеді екенбіз. Почти. Олардың деңгейіне жетпейміз, бірақ почти жете алады екенбіз. Және де сіз Аллахтан тыңдайсыз, бұйрықтарына бойсынасыз, кәдімгідей халал жолмен ғана жүресіз, харамдардан кәдімгідей өте алыс боласыз, өзіңізді қимайсыз. Даже жаман нәрсені көрсеңіз, көзіңізді бірден төмен түсіріп өтесіз, кәдімгідей толық Аллахқа тапсырып, жеңіл өмір сүріп үйренесіз осы деңгейде. На все воля Аллаха деп түкте спокойно жүресіз. Әр сөзіңіз, әр ісіңіз сіздің кәдімгідей көркем мінез иесі болады. Келесі, қыздар, Камиля, София деген деңгейлер, біз оған ешқашанда жете алмаймыз. Ол пайғамбарлар деңгейі. Яғни бұл уже осы нәпсімен дүниеге келген адамдар болып есептеледі екен, чтобы адамдарға шындықты, истинаны жеткізу үшін, оказывается. Сонымен, қыздар, нәпсі бізге түсінікті деп ойлаймын. Мен сіздерге нәпсіні қалай тазарту керек, қалай басқару керек, нәпсі деген не екенін айттым, нәпсінің деңгейлерін айттым. Ең бастысы, қыздар, сабақты тыңдаған кезде, пожалуйста, өзіңіз төмен түсіріп, бітті, мен күнәһармын деп жемеңіздер. Бұл сабақ сізге не үшін беріліп жатыр? Чтобы сіз бір деңгей өсу үшін, бір деңгей Аллахқа жақындау үшін, бір деңгей тазару үшін. Соны ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.